YouTube канал ашу үшін ең бірінші бізге Gmail почтасы қажет болады. Төбесіндегі создать аккаунт батырмасын басамыз. Почтамызды ашамыз. Атымызды, фамилиямызды жазамыз. Далее дейміз. Туған күндерімізді жазамыз. Далее дейміз. Солай создать аккаунт дейміз. Яғни бұл жерде еш нәрсе қиын емес. Далее деп жүре береміз. Қадам-қадаммен. Осылай біздің Gmail аккаунтымыз, почтамыз ашылады. Кейін осы почтамыз арқылы біз YouTube каналына кіреміз. YouTube каналына кірген кезде төбесінде батырма тұрады. Кружокта, көріп тұрсыздар ме? А деген. Сол кружокты басамыз. Басқан кезде сменить аккаунт деп тұрады. Осыны басқан кезде нет канала. Көрдіңіздер ме? Посмотреть все каналы батырмасын басамыз. Создать канала деймізде осылай біз аты жөнімізді, каналыңыз қалай аталады, соның барлығын жаза бересіз. Оны кейін өзгертсеңіз болады. Сол үшін еш уайымдамаңыз. Жаза беріңіз. Одан кейін бізде осындай настроить вид канала батырмасын басамыз. Осы жерде бүкіл изменениялар, яғни біздің каналымыздың настройкасын түгелімен осында жасаймыз. Атын, описание канала. Яғни бұл жерде мен сіздерге барлығын түсіндіріп отырмаймын. Сіздер түгелімен ішін қарап, ішіне қайта-қайта кіріп, шығып, қайта-қайта осылай жасай берсеңіздер үйренесіздер. Бұл жерде америкалық канал дегеніміз міне Соединенные Штаты. Канал основная информация деп тұр. Сол жерде Соединенные Штаты несін таңдайсыз. Егер сіз америкалық канал жасайтын болсаңыз, яғни сіздің видеоңыз ағылшынша болу керек, жазған сөзіңіз ағылшынша болу керек, хэштегтеріңіз, ключевые словаларыңыз видеоңызға байланысты барлығы ағылшынша болу керек. Вот разница тек осыда ғана. Яғни басқа ешқандай разница жоқ. Америкалық каналмен, русский каналмен. Сіздің видеоңызға байланысты YouTube сол англоязычный аудиторияға көрсетеді, немесе русскоязычный аудиторияға көрсетеді. Түсінікті ма? Тек осы жерде таңдайтыныңыз канал, основная информация, Соединенные Штаты болды. Ары қарай еш нәрсе өзгертудің қажеті жоқ. Сохранить деп басып шыға берсеңіз болады. Видеоны қалай жүктейміз, соны көрсетіп кетейін. Төбесінде создать батырмасын басамыз. Осы жерден видеоңызды таңдап сала бересіз. Ол жақта да видеоңыз қалай аталады, не деп аталады, описание, ссылка, барлығын көрсетсеңіз болады. Яғни мен бұл жерде айтып тұрғаным, сіз YouTube каналға қайта-қайта кіріп шоу арқылы, әрбір батырманы басу, танысу арқылы сіз толығымен YouTube каналын үйрене аласыз. Келесі выпусктарымда монетизация бөлімін қарастыратын боламыз. Толығымен қанша просмотр жинау керек, қанша подписчик жинау керек, қанша теңге бізге береді, ол қалай бізге келеді. Яғни соның барлығын мен айтатын боламын. Сол үшін парақшаға жазылып кетіңіздер міндетті түрде. Сұрақтарыңыз болса комментарияға да қалдырып кетіңіздер.